Бишімбаев болсын, немесе бір әйелін ұрыпты, әйелін соттапты деген нәрселерге қатты энергиямды құртқым келмейді. Иә, жүрегім ауырады, бірақ бір неге үкімет қайда қарап отыр деп посттар жазғым келмейді. Ол пост жазуға немесе бір сторис шығаруға кететін энергиямды баламды тәрбиелеуге жұмсағым келеді. Немесе ол энергиямды әйеліммен дұрыс коммуникация жасауға құртқым келеді. Өйткені менің ұлым көріп тұр, мен оның мамасымен жақсы мәміледе боламын ба, гүл сыйлаймын ба, жақсы көремін ба, бетінен сүйіп қоштасып, бетінен сүйіп амандасам ба, бұның барлығы баламның ертең әйелдермен қалай сөйлесу керек екендігінің дайын үлгілері. Дұрыс, қоғамға мен айғайлап ой қосып пост жазғанымнан гөрі ертең әйелдерді жәбірлемейтін, өзінің келіншегін күтіп баптайтын, қызы өссе оны жақсы көріп өсіретін бір ұл бала тәрбиелеген анағұрлым пайдалырақ деп ойлаймын. Өзіміздің кіндігімізден тараған балалардың тиран боп, абьюзер боп, оңбаған боп өспеуіне көп энергиямызды құртсақ, сол пайдалырақ шығар деп ойлаймын. Қызым керісінше менің мамасымен жақсы отношениеде болғанымды көрген сайын, керісінше жігіттер онымен қалай сөйлеспеу керек екендігінің көрінісі деп ойлаймын. Оған ешкім ұрсуға болмайтындығын, ешкім жекуге болмайтындығын, оны тек жақсы көріп еркелету керек екендігін, үстінен жаңағы құс түгілі шаң ұшырмай алып жүру керек екендігін, мен оның мамасымен жақсы контактіде болғанымды көрген сайын қыздарым соны түсінетін шығар деп ойлаймын.